Қайырлы күн, ардақты көрермен. Маңғыстау облысы қоғамдық коммуникация орталығында мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Нұрдана Асқарбек. Бүгін біз кезекті мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасында Маңғыстау облысы экономикалық тергеп-тексеру мамандығының жұмыс барысымен бірге танысатын боламыз. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз, Нұрдана ханым. Менің есімім Аманғалиев Бауыржан Төлегенұлы. Маңғыстау облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті 2-ші жедел басқармасының аса маңызды істер жөніндегі жедел уәкілі. Біздің негізгі міндеттеріміз Қазақстан Республикасына келіп кететін халықаралық рейстерді және жолаушылардың қол жүктерін қызметтік іздестіру иттерінің көмегімен есірткі заттарының, психотроптық заттардың және шетел валютасының Қазақстан Республикасынан алып кетуінің жолын кесу. Қазіргі таңда 2022 жылы 14 наурызда Қазақстан Республикасының президентінің 830 жарлығы бар. Қазақстан Республикасының аумағынан 10 мың ақш долларынан шетел валютасын алып кетуге тыйым салынған. Қызметтік иттердің халықаралық рейстерді жолаушыларды тексеру жұмысын көретін боласыздар. Бірге тамашалайық, иә? Есірткі заттарының немесе шетел валютасының иесі болған жағдайда ол автоматты түрде сол адамға барып, сол адамға белгі береді. Егер жаңағы бұрынғы кезде әрбір қызметтік итті жаңағы жіппен ұстап жүретін, поводокпен. Ол себебі қызметтік иттер ар жақта запық ұстаған жағдайда оған бара алмайды. Сол үшін қазіргі таңда қызметтік иттердің жұмысын әрі одан дамыту үшін свободный поиск дейді, еркін жіберіп қояды. Ол кезде қызметтік ит автоматты түрде жаңа есірткі заттарын немесе шетел валютасының иісін сезген жағдайда сол адамға тіке барып белгі береді. Жалпы қызметтік иттер ешқандай өмірге зияны жоқ та, жалпы қауіпсіз, иә? Арнайы үйретілген. Арнайы үйретілген, себебі бізде Алматы қаласында кинология қаржы мониторинг агенттігі кинология орталығы бар. Сол жерде қызметтік иттерді негізгі қызметке жібермес бұрын оларды барлығын тексеруден өткізеді. Егер қанында агрессив адамға қауіп төндіретін жағдайлар болған жағдайда, оны осындай адамдардың арасында жүретін қызметке жіберілмейді. Сондықтан барлық тексеруден өткеннен кейін кішкентай күшік кезінен балалар үйіне, әртүрлі жерлерге адамдардың арасында үйретіп осы қызметке бапталынады. Жалпы өзіңіз иттердің түрлі ерекшеліктерін және қалай қолға үйретілгенін атап өттіңіз. Жалпы қылмыстық істер болды ма? Иә, ағымдағы жылы осы Ақтау халықаралық әуежайында Грузия мемлекетінің Тбилиси-Ақтау бағытында ұшып келген 23 тамызда Грузия елінің азаматы қызметтік ит белгі беріп, нәтижесінде қалтасынан есірткі затына өзіндік иісі бар шөп табылған болатын. Сот химиялық сараптамасының нәтижесі бойынша марихуана есірткі заты болып табылды. Және де осы ағымдағы жылдың 31 қазанында біздің кинология маманының қызметкерлері Өзбекстан Республикасымен шекаралас Тәжеңке бекетіне мемлекеттік кірістер департаменті және шекара қызметі департаментінің қызметкерлерімен бірлескен жоспар аясында іс-сапарда болып 31 қазан күні шамамен кешкі сағат 21:00 шамасында Қазақстан Республикасынан Өзбекстан Республикасына қарай өтіп бара жатқан Өзбекстан Республикасының азаматына қызметтік ит белгі беріп, қалтасынан өзіндік иісі бар полиэтилен пакетіне оралған жасыл қоңыр түсті шөп табылған болатын. Түсінікті. Жалпы олар нақты шөп немесе өзіңіз атап кеткен нәрселерді іздеп жүрген қалай ол сол туралы толық өтіңізші? Мысалы, өзіңіз атап өттіңіз ғой, марихуана деген, есірткі деген сынды нәрселерді олар арнайы үйретілген мүмкін? Иә, біздерде Алматы қаласында Қазақстан Республикасы қаржы мониторинг агенттігі кинология орталығында барлық қызметтік иттер сол жақта оқу жаттығудан өткен. Себебі бастапқыда қызметтік иттерді есірткі заттарына үйретпес бұрын осындай доп болады. Ол қызметтік иттерді күшік кезінен допқа қызығушылығын үйретеді.
Содан кейін жаңағы есірткі заттарының ұқсатқыштарын осы доптың қасына жасырылады. Содан есірткі заттарының ұқсатқышын тапқан кезде қызметтік итке допты артынан көрсетпей беріледі. Себебі қызметтік ит ол сол іздеп жүрген жерінде допты сол жерден тауып алдым деп ойлайды. Мен расында осында қазір сіз айтып жатырсыз ғой. Ақпаратыңыз осында доп арқылы деген сынды жалпы өз басым бірінші рет естіп тұрмын. Өте құнды ақпараттардың бірі екен. Иттердің жалпы қолға үйретілуіне қанша уақыт кетеді? Мысалы, осындай бір ережеге сәйкес, талаптарға сәйкес. Енді негізінде біздерге қызметтік иттерді кинология орталығынан 8-11 ай шамасында сол уақыттардан бастап қызметке үйретуге береді. Оған дейін кинология орталығында жаңа күшіктерді үйрететін мамандар күшік кезінен жаңа допқа, жаңа өзінің атына, жаңа жіппен алып жүруге соған бейімделеді. Содан кейін жаңа басқа облыстардан, қалалардан келген кинолог мамандарға әрбір қызметтік ит бекітіледі. Сол итпен 3 ай көлемінде оқу жаттығу өткізіледі. Себебі бірінші айда жалпы жаттықтыру, отыр тұр жаңа кинолог маманның өзіне қызметтік иттің үйренуі. Жалпы Бауыржан Төлегенұлы, жұмыс барысыңызбен таныстырғаныңызға рахмет. Жалпы болашақта жастарға қандай кеңес бересіз аталған мамандыққа түсу үшін, ал қыз балаларға ше қиыншылығы болмайды ма? Енді әрбір қызметтің қиыншылығы да, қызығы да болады ғой. Өмір болғасын, қазір ешқандай оңай нәрсе жоқ. Барлығына бастапқы кезде қиын болады. Bir жағынан негізі кинолог мамандардың жұмысы өте қызық. Себебі елдің жаңа болашақ, жастардың жарқын болашағы үшін есірткі заттарын, жаңа қару-жарақтарды адамдардың өміріне қауіп төндіретін заттармен жаңағы алдын алып, соның күресу. Ал қыз балаларға? Мысалы, Астана қаласындағы департаментте қыз бала болды, зейнетке дейін осы мамандықта жұмыс жасап, зейнетке шықты. Кинолог маман болды. Кезекті құрметті көрермен, аталған алаңнан шығып, арнайы бөлімшелерге келдік. Құрметті жолдас Досымбайұлы, қош көрдік. Жалпы біз қазір нақты қандай бөлімдеміз және өзіңіздің жұмыс барысыңызбен таныстыра өтсеңіз. Қош келдіңіз, Нұрдана Асқарбекқызы. Біз экономикалық тергеп тексеру департаментінің экономикалық криминалистикалық бөлімінің бас маманы Асконов жолдас Досымбайұлы. Бұл біздің криминалистикалық зерттеулер жүргізетін құралдарымыз. Бұл жерде бізде компьютерлік техникалық зерттеулер жүргіземіз. Мына жақта бізде құрылғыларымыз ол жаңағы жазулар, жалған банкноттарды анықтайтын құрылғыларымыз. Түсінікті. Бұл жерде біздерде іздерді алуға арналған құрылғылар бар. Арнайы лактарымыз бар. Гипс, жаңағы орындарды, шинаның орындарын, іздерін алуға арналған құрылғылар. Жалпы жұмыс, яғни бір іс мәселесіне барған кезде осы чемодан арнайы? Осы чемоданмен арнайы жүреміз. Оны кез келген сотрудникке, қызметкерге бере алады ма? Жоқ, берілмейді, тек қана арнайы білім бар адамдарға, өзіміздің бөлімдегі адамдарға. Түсінікті. Бұл жерде бізде жалған банкноттарды анықтайтын құрылғылар бар, микроскоп, сосын бізде ультрафиолет, сосын жазуларды арналған, зерттеуге арналған құрылғылар осында барлығы осы жерде жасалады. Жалпы жаңа алғашқы чемоданды таныстырып өттіңіз. Екеуінің бірге қатарынан, егер бір жұмыс туындап қалса, бірге алып кету керек па немесе? Әртүрлі іске байланысты ма ол? Іске байланысты. Көбінесе бізге банкноттар осында келеді, осында зерттеледі. Осы жұмыс орнында. Зерттелу барысы қанша уақыт алады? Жұмысқа байланысты, оның көлеміне байланысты. Мынау бізде әртүрлі ұялы телефондардың, аппараттардың құрылғылары, сол арқылы біз қосылып, компьютер арқылы оның ішіндегі барлық ақпараттарын осы бағдарлама арқылы шығарамыз. Оған қоса бізде Apple құрылғыларға арналған арнайы MacBook'ымыз бар. Бізде экономикалық зерттеулер бар, сосын қолтаңба банкноттарды зерттейтін мамандар бар. Қайырлы күн, Нұрдана Асқарбекқызы. Біз қазір Маңғыстау облысы бойынша экономикалық тергеп тексеру департаментінің тергеу басқармасының қызметтік бөлмесіндеміз, яғни тергеушінің қызметтік бөлмесі. Бұл жерде тергеушінің жалпы жұмыс күні күнделікті таңертеңгі жиыннан басталады. Сол уақытта күнделікті қандай тергеу әрекеттері жүргізіледі, сол бойынша жоспарлар жасақталады.
сол жоспар бойынша осы кабинетте тергеу әрекеттері жүргізіледі. Куәлерді, жәбірленуші немесе күдіктілерден жауап алу, олардың қатысымен беттестіру, тергеу әрекеттері жүргізіледі. Заттай дәлелдемелерді қарап тексеру, тағы басқа да сараптамалар тағайындау сияқты қажетті тергеу әрекеттері жүргізіледі. Құрметті қала тұрғындары, жалпы Маңғыстау облысы бойынша экономикалық тергеп тексеру департаментінің қызметінің бірден бір бағыты болып, ең маңызды бағыттарының бірі болып қаржы пирамидаларымен күрес және заңсыз ойын бизнесмен күрес болып табылады. Сол себепті қала тұрғындарын өздерінің қаржылық сауаттылықтарын арттыруға, алдағы уақытта қаржы пирамидасының арбауына түспеуге және құмар ойындар, заңсыз ойын бизнесіне араласпауға және құмар ойындардан сақтануға шақырамын. Нұрдана ханым, келгеніңізге көп рахмет. Біздің кинология мамандығының қыр-сырын өзіңіз көзіңізбен көрдіңіз, кішкене болса да шет жағын түсіндіріп айтып өттік деп ойлаймын. Алдағы уақытта да кинологияның дамып, өсіп, өркендеуіне, елге қызмет үшін бар күш-жігерімізді саламыз деп ойлаймын. Құрметті Бауыржан мырза, сізге де рахмет. Мамандығыңыздың қыр-сырын бірге біліп, жақсы жағынан таныдық, жұмыс барысымен таныстық. Алдағы уақыттағы жоспарларыңызға сізге сәттілік тілей отырып, құрметті көрермен, жаңа ақпаратқа толы бағдарлама өткеніне сенімдіміз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.